6-шы су қоймада резервуар ішіндегі шатыр толық бөлініп, құлауымен бу ауа қоспасының жарылып, беткі кеңістікте мұнай өрт тіркелді. Павлодар бас мұнай айдау станциясында осындай сценариймен бекітілген кестеге сәйкес жоспарлы өртке қарсы оқу жаттығулар өтті. Аталмыш шараға станцияның ерікті өртке қарсы және шұғыл әрекет ету жеке құрамы, мемлекеттік және мемлекеттік емес өрт сөндіру қызметтерінің, мердігерлік ұйымдардың өкілдері қатысты. Целями этих учений является Бұл оқу жаттығулардың басты мақсаты нысанның ерікті өртке қарсы құрамының, жаттығуларға қатысқан мемлекеттік және мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің өзара әрекет ету қимылдарын пысықтау болып табылады. Оқу жаттығулардың басты мақсаты ерікті өртке қарсы құрамның өрт сөндіру қызметтерімен ортақ әрекеттерін пысықтау, отқа қарсы қорғаныс жүйелері құралдары мен жедел әрекет ету жүйелерінің дайындығын және техникалық жағдайын, өрт пен инженерлік техникалардың әзірлігін тексеру болып табылады. Жаттығуға қатысқандардың барлығы жоғары кәсіби шеберліктерін көрсетті. показали высокую оценку. Жалпы жоғары нәтиже көрсеттік. Павлодар облыстық төтенше жағдайлар департаменті мамандары әрекет үшін өте жақсы деген баға қойды. Шартты өрт сөндірілді. Бірінші медициналық көмек көрсетілді. Арнайы көліктегі жедел жәрдем бригадасы тартылды. Резервуар аумағында шартты зардап шегушіні басқа жерге көшіру жүргізілді. Жалпы мақсаттар орындалды. Компанияның кез келген өндірістік нысанда өрт тәуекелі жоғары болғандықтан, мұндай оқу жаттығуларды өткізу дәстүрге айналған. Бұл бірінші кезекте жауапты мамандардың тілсіз жауды болдырмау және жедел ауыздықтау шеберлігін шыңдау мақсатында ұйымдастырылады. Меруерт Палмаханова, Бейбіт Бөжен, арнайы корпоративті телеарна үшін.